сіздермен телефонмен күнделік толтырып үйренеміз. Ол үшін кез келген интернетке кіріп, мына жерге күнделік KZ деп жазамыз. Жаздық. Кіру. Немізді жазамыз. Логин паролімізді өзіміздің. Міне кірдік. Енді мына жерде тұрған, жанында тұрған настройка сияқтыны басамыз. Міне басқанда жүйенің алдыңғы нұсқасына көшу. Міне бізде полный күнделік шықты компьютердегідей. Енді мына жерде керек сыныпты таңдау үшін журналдарды басамыз. Журналдар, міне бүгінгі менің сыныбым 4В шетел тілі. Және тобымызды, сыныбымыз таңдағасын күнтізбелік жоспарлау. Күнтізбелік жоспарлау. Енді мына қарайық. Бүгін 11 қазанның, міне менде тақырып толтырылып тұр. Енді мен үй тапсырмасына не бердім, соны жазуым керек. Міне жаздым. Болғасын 11-10 дегеннің үстін басамыз. Міне сабақ өткізілді. Сабақта жауап беру. Мына жерде карандашты басамыз. Таңдаймыз сабақ. Готовы. Сақтау. Жұмысты қосуды басамыз. Яғни жұмысты қосу бізде формативті бағалау. Енді бүгінгі сабақ бойынша мен оқушыларыма балл қоямын.